Bismillah. Assalamu alaikum. Армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Жұмадан Жарқынбекұлы. Көрермендеріміз WhatsApp'та хабарласып, жаңағы өкпедегі су жиналу ауруы туралы сұраған екен. Мынау Атыраудан хабарласқан екен. Сол бір әкесі қатты ауырып, солай больницаға түскен екен. Сонымен больницада дәрігерлердің диагнозы өкпеге су жиналған депті. Сол туралы біздің кеңес беруді өтінген екен. Соған байланысты бүгін өкпеге су жиналу ауру туралы қысқаша тоқтала кетпекпіз иншалла. Енді бұл өкпеге су жиналу ауруы әдетте нақтырақ айтқанда кеуде қуысының аралығына су жиналу деп аталынады. Немесе кеуде пердесі қуысына су жиналу ауруы. Бұл жаңағы өкпеге су жиналу мен тағы басқаша екеуін ажырата білу керек. Өкпеге су жиналу дегеніміз ол өкпенің ішіне жиналған болуы мүмкін. Нақтырақ айтқанда өкпенің ішкі жағына жиналады. Ал ондай жағдайларда өкпені жаңағындай тесіп ішіндегі суды соруға болмайды. Ал жаңағы кеуде пердесі қуысы аралығына су жиналса, онда оны емдегенде мысалға суды шығару үшін сол аралыққа инені сұғып, тесіп, суды тартып, солай ем жасауға болады. Әрине екеуінің ауру себептері де, ауру белгілері де, ең соңғы емдеу нәтижелері де ұқсамайтындықтан оны ажырата білу керек. Енді біздің бұл жерде айтайын дегеніміз негізінде сол көп кезігетін түрі әрине кеуде қуысы аралығына су жиналу ауру туралы болмақ. Бұл лекцияны бастамас бұрын кеуде қуысы деген не, соны біліп алуымыз керек әуелі. Яғни немесе кеуде пердесі қуысы. Бәріміз білетіндей өкпенің сыртында бір қабат перде болады, өкпені орап тұрған. Ал енді сол өкпемен бірге сол перденің сыртында, ең сыртқы жағында тағы да кеуде қуысынан бөлектендіріп тұратын тағы бір перде болады. Осы өкпе пердесі мен кеуде қуысын бөліп тұрған перде, осы екі аралықтағы қуысты көкірек пердесі аралығы деп аталады. Енді бұл аралықта әдетте 5-15 мл көлемінде сұйықтық болады. Бұл сұйықтық көбінесе жаңағындай майландыру ролын атқарады. Жаңағы өкпе тыныс алған кезде майландырып, сол жерлерді жаңағыдай тыныс алуға жақсы жаңағындай майландыру ролын атқаратын қасиетке ие. Әдетте бұл аралықтағы сұйықтық 500-1000 мл дейін пайда болып, сіміріліп, сондай бір қозғалыстағы тепе-теңдікте сақталынады. Ал енді әдетте сақталған жағдайда бір алдында айтқанымызда 5-15 мл аралығында сол жерде сақталынады жалпысы. Енді бұл қысқасы өкпе осы кеуде немесе көкірек пердесі аралығында қуысқа су жиналу ауруы көбінесе осы жаңағы айтқан мөлшерден асып кеткен жағдайда сол ауру түріне жатады. Көбінесе ауру себептеріне келетін болсақ, бұл енді өзі екі түрге бөлінеді. Бірінші түрдегісі сол жүрекке қатысты аурулар себебінен пайда болады. Мысалға жүректің қан толу сипатындық жүрек қызметінің әлсіреуі, сонымен қатар жүрекке қатысты жоғары жақтағы веналардың ауруынан болатын синдромдар, сонымен қатар жүрек қабының қабынуы дейміз. Одан кейін бауырдың жаңағындай әртүрлі қабынулары, бауырдың іріңдісігі, бауырға су жиналудың әсерінен бұл тұсқа, осы аралыққа су жиналады. Сосын тағы жаңағы бүйректің аурулары, бүйрек ауру синдромы деген аурулар бар. Осы себептен де осы жаңағы көкірек пердесі қуысы аралығына су жиналады. Бұл бірінші түрдегі су жиналу болып табылады. Ал екінші түрдегісі бөлініп шығу сипатындық су жиналу болады. Бұған көбінесе өкпенің өзіндегі аурулар, немесе кеуде қуысындағы органдардың ауруларын айтуға болады. Атап айтар болсақ,
өкпенің қабынуы, өкпенің іріңдісігі, кеуде қуысының іріңі, сонымен қатар жаңағы кеуде пердесінің, көкірек пердесінің қабынуы. Көбінесе жаңағы бұл қабынулар туберкулез сипатындық қабынуларға жатады. Сонымен қатар қатерлі ісік, өкпенің қатерлі ісігі, немесе лимфа жүйесіндегі қатерлі ісіктер, сонымен қатар омырауда қатерлі ісіктердің себебінен бөлініп шығу сипатындық осы түрдегі су жиналу пайда болады. Енді ауру белгілеріне келетін болсақ, ауру белгілері көбінесе әдеп бұл жаңағы су жиналған жағдайда 300 мл-ден төмен болғанда ауру белгілері өте көп сезіле қоймайды. Тек жаңағындай өкпе тұсы, кеуде тұсы ауырсынуы мүмкін. Өйткені жаңағы сұйықтық кеуде жаңағы пердесінде үйкелгеннен кейін сол ауру пайда қалады. Ал енді жаңағы 500 мл-ден 1000 мл-ден асқан жағдайда көп мөлшердегі сұйықтық жиналған жағдай болып табылады. Ол кездерде тыныс алу қиындаса бастайды. Сұйықтықтың мөлшері көбейген сайын тыныс алуы тіпті қиындай береді. Одан кеудесі қысылу, тыныс алуы тез әрі қысқа болу деген сияқты. Одан кейін оңға солға бұрылғанда ауру адам ыңғайсыздық тудырып, кеудесі қысу сияқты белгілері күшейе береді. Негізгі ауру белгілері осылар. Ал енді бұл түпкі бастапқы ауру белгілерін айтатын болсақ, мысалға жүрекке қатысты су жиналған жағдайда жүректің ауруларына қатысты, мысалға жүрек қызметінің әлсіреуіне байланысты ауру белгілері шығады. Мысалға мынау мойындағы тамырлардың бадыраюы, бүйрек жаңағы бауыр тұсындағы тамырлардың бадыраюы деген сияқты, соған қатысты жүректің ентігуі, қысылуы деген сияқты ауру белгілерін айтуға болады. Сосын жаңағы өкпеге қатысты, егерде өкпедегі қабыну болса, жөтел пайда болады, температура береді деген сияқты. Сонымен қатар жаңағы туберкулез сипатындық көкірек пердесі қабыну болса, төмен температурада қызу пайда болады. Адамда жаңағындай азу, әлсіреу, сосын жаңағындай салмақ тастау, сол сияқты ауру белгілері пайда болады. Бұл енді бастапқы ауруды келтіріп шығарған ауруларға байланысты ауру белгілері осылай болады. Енді бұл ауруды емдеуде сол аурудың осы көкірек пердесі аралығына, қуысының аралығына осы судың жиналуға себеп болған ауруларды емдеу керек ең бірінші. Мысалға жаңағы жүректің ауруларына байланысты болса, онда сол әуел жүректі емдеу керек. Мысалға жүрек қуатының әлсіреуі, қан толу сипатындық жүрек қуатының әлсіреуі болса, онда сол жүректің жаңағы қуатын арттыру керек деген сияқты соған қатысты ем шаралар қолданғанда бұл бөлініп шығу азаяды, бұл сұйықтық азаяды, өздігінен сіңіріліп кетеді. Сонымен қатар егерде бауырдағы іріңді ісіктен болған болса, онда бауырды емдеу керек, бүйрекке қатысты бүйректі емдеу керек деген сияқты. Ал енді кейбір бүкіл дене сипатындағы ауруларда осы көкірек қуысы аралығына осы судың жиналуына келтіріп соғады. Мысалға әртүрлі жаңағы полиартрит деген сияқты. Одан кейін анау бүкіл дене сипатындық жүйелі сипатындық қасқыр темірескісі деген сияқты. Соларға қарсы ем қолдану керек әрине. Түпкі ауруды емдеу керек қысқасы. Одан кейін жаңағы көкірек пердесінің туберкулез сипатындық су жиналуы ауру болатын болса, онда сол туберкулезге қарсы дәрі-дәрмекті қолдану керек. Одан кейін адамның жалпы жағдайын, организмнің қуатын көтеретін дәрі-дәрмектерді қолдану керек. Сондай жағдайларда сосын барып жалпы түпкілікті ауру емделгеннен кейін барып бұл жаңағы бөлініп атқан артық мөлшердегі сұйықтық су ол тоқтайды, одан кейін азаятын болады. Енді егерде бұл көп мөлшерде бөлінген жағдайда, мысалға батыс медицинасында 500 мл-ден 1000 мл-ден сол мөлшерден асып жатса, бұл көп мөлшерде бөлінген жағдайда айтқанымыздай бұл ол аралыққа сұйықтық көп жиналса, өкпенің қалыпты тыныс алуына кедергі келтіреді. Яғни өкпе толық керіле алмайды анау кеңістікте.
өкпе яғни былай құрысып қалады. Сонымен жаңағы адамда ауруда тыныс алу қиындаса береді. Ол тыныс алу қиындаса берсе, әрине өмірді қауіп төндіреді. Сондықтан сондай жағдайларда инемен сол қуысқа инені тесіп сұғып кіргізу арқылы артық сұйықтықты сордырып тастайды. Бұл сол айтқанымыздай 1000 миллилитрден асып кеткен жағдайда осы емдеу әдісін қолданады. Бірінші рет тартқанда көп тартуға болмайды. Мысалға 700 миллилитр сұйықтықты тарту керек, сол мөлшерінде болады. Одан кейін тез әрі жылдам тартуға болмайды, көп тартып тастауға болмайды, ақырын бірте-бірте жасау керек. Осыны аптасына 2 рет 3 рет сол аурудың жеңілдеуіне байланысты, сұйықтықтың азаюына байланысты осылай істеуге болады. Бұл енді сол жан сақтауға, бұл ауруды тезірек, ауру белгілерін тезірек емдеуге көмектесетін ем әдісі болып табылады. Сонымен қатар гормондық дәрілер істетуге болады. Бұл гормондық дәрілерді сол ауру жаңағы сұйықтықтың сіңірілуін тездету, қайта жаңағындай қалыптасуын тежеу деген сияқты. Әрине бұны гормондық дәрілер істетудің өзіндік нақтылы бір өлшемдері бар. Енді бұл арада оны айтсақ қысқасы өте ұзақ әңгіме болып кетеді. Сондықтан жалпылама осылай түсіндіре кету жөн көрдік. Жалпысы бұл енді батыс медицинасында, сонымен қатар жаңағы егер қабыну болған жағдайда өкпеде болсын, жаңағы бауырда болсын, қабынуға қарсы антибиотиктерді қолданады, микробтарды өлтіреді. Енді бұл жаңағы сұйықтықты сорып алғаннан кейін бұны тексеруге жіберуге болады. Тексеруге жібергендегі мақсат енді бұл сұйықтықтың қандай сипаттағы, жаңағы 2 түрлі бөлініп шығуға қатысты 2 түрлі сипаты бар дедік қой, соны ажыратып алады. Егерде туберкулез сипатындық болса, сол ішінен жаңағы туберкулез таяқша бактериясын ажыратып алуға болады. Немесе жаңағындай қабыну бактериялар болса, қандай бактерия екенін ажыратып, соған бактерияға қарсы антибиотиктерді істетуге бұл бір сілтеме деген сияқты. Енді бұл жаңағы аралығында тексерулерін айта кетсек, көбінесе рентген, кеуденің рентгенге түсіру арқылы бұл сұйықтықты байқауға болады. Әдетте енді бұл 300 миллилитр жағдайда ол рентгеннен көбіне қоймайды, компьютерный томографияға сүйенуге тура келеді. Бұл әрине CT, яғни компьютер томографияда бұл сұйықтықтың мөлшері де көріледі, қанша мөлшер екенін анық білуге болады, сонымен қатар сипатын да ажыратуға көмектеседі. Кейбір жағдайларда УЗИға да жүгінуге тура келеді. Енді бұл УЗИ арқылы сол нақтылы қай жерде тұрғанын көріп тұрып, сол арқылы жаңағы тесіп, сол сұйықтықты тартып ем жасауға да бұл жетекшілік рөл атқарады. Сонымен қатар кейбір жаңағындай CEA деген болады. Жалпысы егерде жаңағы алдында айтқанымыздай, егерде қатерлісіктен, өкпенің қатерлісігінен болған, егерде бұл су жиналу болатын болса, онда сондай су жиналулар оңайшылыққа қайта қоймайды, тартып алғанмен қайта жинала береді. Сондықтан сол сұйықтықтың құрамындағы сондай бір қатерлісіктің антигендерін ажырату арқылы егерде сондай түрі болып жатса, онда ішіне жаңағындай әртүрлі ракқа қарсы дәрілерді, химиялық дәрілерді жіберу керек болып табылады. Мысалға айтқанымыздай, сол жаңағы егерде сол ракқа қарсы су жиналу болған болса, онда ракқа қарсы емдерді жасау керек. Енді бұл түріндегісі мысалға рак сипатындық су жиналу болатын, кеуде қуысына су жиналу болатын болса, онда бұның соңғы нәтижесі ойдағыдай бола қоймайды. Енді бұл батыс медицинасы бойынша осы емдерді айта кетуге болады. Енді шығыс медицинасында әрине бұл аурудың алғашқы мезгілінде аз мөлшердегі жиналған жағдайда шөп дәрілердің өзіндік емдік қасиеті, әрине өзіндік пайдасы тиеді. Мысалға айтар болсақ, шығыс медицинасында ушқат, сосын жаңағы шалфей, кербезгүл, сол сияқты тимизы деген сияқты шөптерден жалпысы қайнатып ішу әдісі арқылы осы сұйықтықтың бөлініп шығуын азайту, сімірілуін тездету, одан кейін қабынуды қайтару деген сияқты. Одан кейін егерде жаңағы
Әрине, эгерде өкпе рагіне байланысты сұйықтықтың бөлініп шығуы көбейген болса, бұл кеуде қуысында, оған да қатысты осы шөп дәрілерді көбейтілген түрінде дәрігердің қабылдауынан өтіп барып, әрине бір рецепт дайындап, нақтылы солай ем жасауға болады. Енді дегенмен де ең алғашқы мезгілінде жақсы көмек көрсетеді деп сенеміз, иншалла. Жалпысы бүгінге осы, егерде бұл видеомыз ұнаған болса, лайк басыңыздар, жақындарыңызбен, туыс туғандарыңызбен көпшілікпен бөлісіңіздер. Сонымен қатар каналымыздың төмен жағында кішкене қоңырау шағын басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрі тағы да қандай бір ауруға қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар, пікір жазыңыздар бізге қатысты. Дер кезінде сіздерге толыққанды дұрыс жауап беруге тырысамыз, иншалла. Ағайын, ауырмаңыз. Келесі эфирде кездескенше күн жақсы болған.